Ақшаның бәрі тойда қазір негізі. Қазір тамадан да табыс көзі негізі жақсы. Ананы көріп мүлдем естіп жей алмай қалдым. Осы жолға келмес бұрын ата-аналарыңыз тамада болуыңызға қарсы болған жоқ па? Қарсы болды. Негізі егер мен тамада той болмасам, мен тек қана инстаграммен таза жұмыс істесем, мен сол тойдың ақшасын табады екен инстаграммен. Енді құпия болмаса асабалық гонорарыңыз қанша? Мен оқырмандар, сен осынша күні жүріпсің, мен сенің ставкаңды білемін, осынша тауықсың дейді. Олар соны ойлайды да, сол ақшамен байып жатыр деп. Бірақ үйде бір-екі рет қоқындырып алып түк шықпады деген кезде, түбінде жайдарман түк шықпады, ойнадым деген кезде, шірідім, біттім деген кезде тамада болып шығасың ғой. Және ғана сіздердің сұрақтарыңыз арқылы маған бір тінілдей түсіп отырды. Мына жүректе қалып қояды екен. Өйткені екінші орын иегері деп ешкім мақтанбайды, ешкім айтпайды, екінші орынның иегерлері ғой мыналар. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Асыл қасиеттерді бойына сіңірген адамды бір сөзбен саналы адам, адал азамат деп сипаттауға болады. Осы сөздерді басшылыққа ала отыра, бүгінгі жобамыздың кезекті санын бастаймыз. Адалдық ұғымы неден басталады? Адалдық ұғымы тек қана адамның өзінен басталады. Өзіне адал болған ғана адам ортасына да, достарына да, жолдасына да, тіпті қызметіне де адал болып, үлкен құрметке ие болатыны сөзсіз. Бүгінгі біздің қонағымыз Жайдарманның жарық жұлдызы, Абай облысының мәдени саласының қызметкері және халықтың сүйікті өнерпазы Еркебұлан Еңкебаев. Қайырлы күн баршаларыңызға. Рахмет қыздар. Жобамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Ашық әңгімелесуге дайынсыз ба? Көңіл-күй тамаша. Бүгінгі осы подкастқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Біріншіден көңіл-күй керемет болып тұр, әдемі болып тұр. Өйткені бүгін кредиттің соңғы күні. Соны жауып, күшті болып келе жатырмын. Рахмет. Бірінші сұрағымыз сізге мынандай болсын. Адал азамат деген жобаға келіп отырсыз. Өзіңізді адал азаматпын деп санайсыз ба? Сіз үшін адалдық деген ұғым нені білдіреді? Мен үшін енді адалдық деген ол еліне, жеріне, отанына, отбасына адал адамды ол кез келген жерде адал болады деп есептеймін. Сондықтан адал деген ұғым мен үшін сол. Ел, жер, отан, отбасын. Мен адал азаматпын деп өзімді айта аламын. Өйткені жерімді сүйем. Жеріме адалмын. Құдай сақтасын, ертең бір жағдай болса, елім, жерім үшін өзім аттануға дайынмын. Сондай азаматпын. Отбасым үшін, біреу отбасым баламды ренжітсе, жан-жарымды ренжітсе, отбасым үшін тұратын еркек адал азаматпын деп айта аламын. Сондықтан өзімді адал деп санаймын. Жалпы сізді көпшілік Жайдарман арқылы таниды, иә? Өнерге деген қызығушылығыңыз қай жастан басталды? Жалпы балалық шағыңыз қалай өтті? Балалық шағым өте енді Жайдарманға деген қызығушылық осы балалық шақтан басталды. Мектеп кезінен біз мектеп кезінде Жайдарман деген ойынды КВН деп айта алатын. Жайдарман деп айтылған жоқ, КВН деп айтып алатын. Сол кезде КВНді көрсеңіздер, біздің кезіміздегі енді өмір сүрген 90-шы жылдары туғандар телевизордан көрген кезде Жайдарман тек қана оңтүстіктің командалары көп ойнайтын ғой. Оңтүстік, Шымкенттің командалары көп ойнайтын. Семей деген мүлдем команда болмайтын ғой. Теледидардан ол кезде бірінші канал Евразиядан көрсететін. Сөз қарап отыратынбыз, неге Семейден команда шығармаймыз, неге Семейдің атын шығармаймыз деп кішкене намыстанатын да. Сол мектеп кезінде кішкене Жайдарман ойнап, КВНнен әзіл жазып, мектеп аралық Жайдарманның КВНнің чемпионы болдық. Одан кейін сол чемпиондықпен бұл басылмай студенттік өмірге келіп түстік, топ ете түсіп. Осы жерде факультет аралық КВНнің чемпионы болдық. Одан кейін барып факультет аралықтан қалалықтың чемпионы болдық. Үлкен республикаға көріндік. Содан кейін барып ақырындап экранға шыға бастадық. Негізі кез келген адамның өзіне байланысты намыс болса, жігер болса, кез келген нәрседен суырып шығуға болады. Сондықтан мектеп кезінен бастап ойнап келе жатырмыз осы Жайдарманды. Қай мектептің түлегісіз? Мен 19-шы мектептің түлегімін. Семей қаласында. Иә. Жайдарманда жаңа айтып жатырмыз ғой, өте көп өнер талап ететін жер. Ол жай ғана сен келіп, қандай да бір қалжыңды айтып
кетіп бұрылып кететін жер емес қой. Ол жерде сен билеуің керек, ән айтуың керек, сол әзілді жазуың керек, оны ойластыруың керек, оны ойнауың керек деген сияқты. Өнер талап етеді. Өнерге жас кезіңнен жақын болдың ба, және отбасыңда осы өнермен айналысатын адамдар болды ма? Мүлдем өнерге мүлдем қатысы жоқ. Білмеймін мен қалай. Нағашы жағымнан да жоқ, әкем жағынан өз жұртымнан да мүлдем өнерді андай ішіне бір әнші жоқ. Даже тақпақ айтпайды ғой үйдегілер. В общем, туыстық жағынан өнер деген берілмеген. Өнер деген, жәнеге сол айтып отырмын ғой, теледидардан құр КВН деген ойынды көріп, содан бір қызығушылық пайда болды. Содан ғана өнерім шабытым оянып отыр. Әйтпесе туыс жағынан мүлдем әнші, биші, тақпақ айтатын, домбыра шертетін адамдар негізі жоқ. Сонда ерекше дара болып туған екенсіз. Өзіңіздің бауыр қарындастарыңыз, апайларыңыз өнерге жақын ба? Жоқ, туған бауырым бар, ол МЧС, өрт қауіпсіздік қызметінде жұмыс жасайды. Ондайым жоқ. Қарындастарым бар, олар да ондайға жоқ. Ал өз балаларыңыз қандай? Өнерге жақын ба? Мен өз балаларым, мысалы, маған өзіме ұқсап өнерге жақын. Қызым биші, өлеңде айтады, ұлым домбыра ойнайды. Маған өзімнен дарыған кішкене балаларға. Енді сіз Жайдарман ойындарында жаңағы Альянс құрамасында болдыңыздар, көп жылдар еңбек еттіңіздер, өнерлі жігіттер болды қастарыңызда, бірақ алтынға қол жеткізе алмадыңыздар. Неліктен? Біз алтынға қол жеткізбедік, өте қиын. Неше жыл ойнап, біз тек қана күміс, мұсылманға күміс таққан парыз дейді, сондықтан біз нағыз мұсылманбыз ғой. Бізге сәл жетпей қалды. Өйткені бізде екінші орын 2011 жылы алдық. 2012 жыл ма? Бәленбай жыл, 10 жылдай, 10-нан аса жыл өтті. Бізге сәл жетпей қалған нәрсе, біз көрініс сайысында әлсіз болып қалдық. Біз бірінші орында келе жаттық, алтынға таяп келе жатқан кезде көрініс сайысынан шалынып қалдық та, екінші орынды иеленіп қалдық. Аралдың командасы, Аралас деген команда чемпион болып кетті сол кезде. Кішкене жалқау болдық. Адам финалға өтеді ғой, ой, болды, финалға өтіп алдық. Болды емес пе, финалдың өзі жетістік емес пе деген нәрсе адамды құртып жіберді. Соған кішкене ет қалдық әлсіреп, және оған дейін дайындап жүрген, күнде дайындап жүрген нәрселерді финалда әттеген ай деген нәрсе бақылады. Жеңіс қалтамызда деп жеңіс қалтамызда деп қатты сеніп қойдық та, адам өз-өзіне қатты сенімді болғанда жаман екен негізі. Дайындау керек, еңбек керек екен. Дәл осы Альянстың шарықтап тұрған кезеңінде біз Шәкәрім университетінде оқыған кез болатын. Еркебұланмен баяғыдан таныс едік ол кезде. Бұл кісілер Альянс командасы сахнаға шыққанда дүрілдетіп билегенде, мына Шәкәрімнің шаң тозаңы шығатын. Расымен де біз үшін Альянс командасы әрдайым жұлдыз болып қалады. Мен ойлаймын, алтын ба, күміс па, қандай қола алып жатсаң да, егер де сен көрерменнің жүрегінде есінде сақталсаң, сол ең маңызды марапат деп ойлаймын. Альянстан бөлек, Жайдарманнан бөлек, сіздің дәл қазір мәдениет саласында жүргеніңізді білеміз. Тіпті асабалығыңыз да бар, блог жүргізесіз. Алғаш тойға шыққан кезіңіз есіңізде ма? Неден бастадыңыз? Біз осы Жайдарман ойнап жүрген кезде тойға шығатынбыз. Жайдарманмен тойға шығатынбыз. Ол кезде сондай мода болған. Жайдарман телевизордан көрсетеді. Қазір енді неше түрлі вайнер бар, инстаграмнан қаптап кетті, бірақ біз табақ дейді ғой. Табақты қоясың, қазір шығады ғой. Кішкентай балалар шығып жүреді ғой. Өлең айтады, табақ қойып ақша салады. Біз сол кезде КВН ойнап, табақ қоямыз, КВН ойнаймыз, қонақтар келіп табаққа ақша салады. Табыс көзі. Иә, табыс көзі содан басталған. Одан кейін сөйтіп тамадалыққа бет бұра бастадық. Тамада өнер көрсетіп жатыр, біз КВН-мен келеміз, тамада қарап отырасың да, мына сөздерін жаттап отырасың. Күнде неше түрлі тамада көресің, өзіміздің қолымыздан келетін нәрсе ғой. Қашанға дейін жүресің осылай табақпен выступать етіп, өнер көрсетіп, одан да өзіміз тамада болайық деп. Негізі Жайдарманнан түк шықпады деген кезде, түбінде Жайдарман түк шықпады, ойнадым деген кезде, шірінім біттім деген кезде тамада болып шығасың ғой. Негізі тамада деген ең ақырғы. Негізі оған дейін неше түрлі проекттер жазуға болады Жайдарман. Өйткені Жайдарман оның ішінде сценарийді үйретеді, оның ішінде әзілді үйретеді, және подкаст жоба бар, кинолардың жарты сферасын көріп отырған шығарсыз, Жайдармандар сценаристер, Жайдарман ойнаған ойыншы бар. Сол сияқты ғой, бірақ тамада деген ол ең ақырғы вариант та, негізі Жайдарман. Сол мен ақырғы варианттан ұстанған өзінде тамаданды қазір білесің ғой. Қазақ не жасайды? Той жасайды. Ақшаның бәрі тойда қазір негізі.
қазір юбилей, бұрында 40 жас 30 жас деген жасамайтын, қазір 30 жас 40 жас жасайды, бұрында 2 жасқа дейін жасайды, 3 жас дегендер қазір жасайды. себеп болса себеп болса болды, қазір үйде отырғанша той жасай салайықшы, шақыра салайықшы дейді. Сондықтан қазір тамаданды табыс көзі негізі жақсы. Табыс көзі туралы әңгімені біз бастаған жоқпыз, қаражат туралы біз айтқан жоқпыз. Көріп отырсыздар, иә, қаражат туралы әңгімені өзіңіз бастадыңыз. Енді құпия болмаса асабалық гонорарыңыз қанша салады? Табыс көзі мысалы Семейде ең пик баға Семейде 350-400 мың, ең мықты деген Семейде. Өйткені әр қаланың өзінің жәнегі немесіне байланысты, экономикасына, бюджетіне байланысты, тоже халықтың әл ауқатына байланысты әр тамадан өзінің қонақтардың санына, баға асаба 50 мың, 60 мың, 70 мың, 80 мың, 90 сөйтіп 350 мыңға дейін барады әр тамаданікі негізі. Мен мысалы өзім сөйлескен клиентке кез келген тамада бірінші ресторанын сұрайды. Кез келген тамада қай ресторанды жасайсыз апай? Хит ресторанды айтса, мынау жынды ресторан ғой, мына жерге нормально баға айту керек қой дейді негізі тамадалар. Құрметті той иелері, психология. Психология. Сіздермен сөйлескен кезде тамадалар сөйтеді, қай ресторан сұрайды. Ресторан жақсы болса, баға да соответственно жақсы болады. А ресторан тұрады да, орташа ресторанда средний бір білесіз ғой, біз тамада болған бүкіл ресторанда жүресің. Қолжетімді ресторан деген кезде, ана кісінің жағдайы кішкене әлсіздеу екен ғой, осыншама барып берейік деп айтасың. Мен мысалы 200 мың деймін, 250 деймін, 300 мың деймін, өз басым сөйтіп алатындар бар. Семейде алатындар көп екен негізі. Былай көрінбейді ғой. Негізі Семейде Аллаға шүкір екен жағдайымыз негізі. Қуаныштымыз жағдайыңыз жақсы болғанына. Расымен де айтып отырмын ғой, сізді шақырмас бұрын сіздің блогыңызды да кішкене зерттедік, өзіңіз жайлы ақпаратты да іздедік, таныстарыңызға да шыққан кездер болды. Таныстарға не шыққан ма? Сіз туралы мүмкін құпия сырлар бар шығар, соларды енді зерттемейміз ба? Тойларда өзімнің білгенімше сізді қонақтар өте қатты сыйлап жатады екен, тіпті әртүрлі сый-сияпат береді екен, гонорардан өзге деп ойлаймын, иә? Есіңізде қалған ерекше сыйлық қандай болды? Сіз үшін бағалы сыйлық. Құнды емес, бағалы сыйлық. Сіз үшін. Енді өте бағалы сыйлық. Мен өзі шыны керек, отбасы, карьера, жұмыс істеу керек деген адамда шыны керек. Алакөлге де бармайтын адам, демалып жазда. Шыны керек, мына тиіп тұрған Шошқалыға баратын адам емеспін. Демалу керек деп. Мен тек қана осы қазір бала-шағам үшін жұмыс істеп, бала-шағама үй алып қояйын, ұлыма осындай алып қояйын деп, сондай оймен жүретін адаммын да. Бағалы сыйлық соңғы кезде Таиландқа путевка болды. Той иесі кәдімгі тойын жүргізіп бердім да. Ертеңде ресторанға шақырады, осындай Еркебұлан, саған сый-сияпатымыз бар деп. Мен ойлап тұрмын ғой, әдеттегідей көбінесе тойда шапан береді. Рахмет, шапан береді, бір сертификат береді, осындай спорт мастер, андай-мындай деген сияқты. Бірақ той иесі путевка Таиландқа еще бала-шағаммен бірге маған бере салды да. Мен өзім күтпеген жағдай, мен өзім демалға бармаған адам, ананы көріп мүлдем есім жия алмай қалдым. Қалай қабылдадыңыз? Мен сенген жоқпын, ойландым бір пранк па деп. Расымен де бір пранк болады. Қазір не заман пранкты заман болып кетті ғой, аяқ астынан шығады мына жақта пранк дейді. Қайта манайыма қараймын, жан-жағыма қараймын, Таиландқа путевка беріп тұр. Ана кісі серьезно айтып тұр да, бізде енді сен еңбегін бағалап отырмыз, қанша жыл сен парақшаңды аңдып отырмыз, сен вообще демалмайтын адам екенсің, сондықтан саған осы Таиландқа путевка деп, саған алып бермегенше сен өзің бармайтын адам екенсің деп, маған осыны бере салды ғой, Таиландқа путевка. Бірақ десек те, Таиланд мемлекеттердің ішінде ең қымбат мемлекет екен, ана негізі перелетімен, жолмен, демалумен, былай қарасаң, 3 баламен, 2 әйелмен бір 2 миллионның нәрсесі ғой. 2 миллион саған танымайтын адам бере салу деген қандай эмоцияда болсын кез келген адам. Сен танымайтын, бірақ рет тойда көрген адам саған 2 миллион нәрсесін бере салып жатыр. Мен жерде таң қалдым, жомарт адамдар көп екен. Бұл кісілерде енді мысалы андай асып тасығаннан беріп жатқан жоқ. Өз тойларына риза болып жатқан. Сол сенімді сіз ақтағаннан кейін беріп отыр. Тамадалықтың өз бір тамаша тұстары бар дейсіз ғой. Иә, тамадан. Ақшадан бөлек мен андай той иелеріне айтпаймын, маған подарок беру керексіз тойдан бөлек деп. Шапан алсам да ризамын дейсің ғой. Шапан алсам да ризамын. Бір тойда бастау кетті өзі осындай нәрсе. Бір 2 жыл бұрын ба? Бір той иесі тұрды, шапан киген, содан кейін Инстаграмға сала салған ғой. Содан бастап бір тойдан кейін
расы керек, шыны керек, бір табай жағдайым жасап алдым. Бәсеке Тойдан бөлек, бәсеке болып кетті бәсеке дейсің болып ғой. кетті. Осыны өзім бәсеке болып жібердік қой. Жалпы семейдің ішінде кез келген нәрсені трендке айналдыра алатын азаматтардың бірі Еркебұлан мырза. Жаңа айтып жатырмыз ғой, тамадалық жолыңыз, гонорарыңыз, енді бұның барлығы тамаша. Бірақ осы жолға келмес бұрын ата-аналарыңыз тамада болуыңызға қарсы болған жоқ па? Қарсы болды. Өйткені тамадан не пенсионка жүрмейді. Ата-ана немеге қарайды қазір, сол совет үкіметінің адамдар. Пенсионка бар ма? Пенсионка бар ма? Бірінші сұрайтын сол ғой. Отпуск жоқ, иә, больничный төленбейді. Оны қайтесің, ата-ана түсінбейді, сен күніне қанша алып жатқанын, бұларға пенсионка болу керек, отпускной болу керек, больничный болу керек. Содан кейін мен тамадалықтан бөлек жұмысқа кірдім. Ата-анам бәрібір қанша тамадалық деген ол мәңгілік емес қой. 40-50 жасында тамада болып жүре берген, халыққа сүйкімсіз болып жүрген өзіме енді келмейтін сияқты. Сондықтан 40-тан уже баян домбыра үйреніп, рестораннан үйге ауысып деген сияқты. Енді 50-де тамада болып жүрген емес. Сондықтан мен өзім ГОСқа кірдім, қалалық мәдениет сарайына. Ата-анам жүрегі тыныш болсыншы деп айттым, мама, мен міне ГОСта жұмыс істеймін, ГОСтан шығып кешке пенсионкам бар. Сол успокоить етіп қойдым. Сондықтан анам үшін, әкем үшін осы ГОСты да және былай өзіме кәсіп едім. Өзіңізге де маңызды ма бұл тарапта жұмыс істеу, мысалы, мәдени салада? Мәдени сала өзіме жақын екен, иә. Негізі ойлап қарасам, негізі кірген дұрыс болыпты. Сол және де тамада оқып біткеннен кейін мен ар жақта мәдениет бөлімінің бір жерінің бастығы болсам, жақсы емес па? Ертең сәлеметсіз бе деп өтесіз? Сәлеметсіз бе деп өтіп амандасасың. Жақсы, ерекше жауап. Енді сізді қоғамдық жалпы мәселелерге мысалға үн қосып жүресіз да, байқап жатырмыз, осы жақында болған сот тасқынында да сіз белсене бас көтеріп, жаңа өзіңіз бірге қолға алып көмектесуді бірінші орынға қойдыңыз. Жалпы өзіңіз барып, басқарып та барып келген жайыңыз бар, иә? Жалпы қоғамдық жұмыстарға белсенді болу сіз үшін қаншалықты маңызды? Қазір енді оқырманмен, подписчикпен сыйласатын заман болып кетті ғой, шыны керек. Қазір мен подписчигім көбейіп бара жатқан сайын андай жауапкершілік. Иә, жауапкершілік те пайда болады екен. Оқырмандардан жай албатын нәрсесі алып отырған келмейді да. Осындай бір нәрселер шыққаннан кейін сол оқырмандармен жұмылып көмектескен жақсы деп ойладым да. Өзіміздің Абай облысында үлкен өрт болды. Соның басынан басталды сол жәнегі блогерлік нәрсеміз. Өрт кезінде қол ұшын создық, одан кейін және су тасқыны болды. Осы оқырмандармен су тасқынына көмектестік. Яғни тек қана оқырмандармен жай ғана анаға мынаған құр албатын нәрсе сала бермейсіз, оқырмандармен жұмыла көтерген жеңілдеп осындай ауқымды нәрселерге де атсалысамыз арасында. Бұл тек қана өртпен және су тасқыны емес, одан бөлек жәнегі балалар үйі, қарттар үйіне және концерттер, оның барлығын тізіп айта беретін емес, бірақ десек те оқырмандармен істеліп жатқан нәрсе өте көп. Инстаграм жеріңізде қанша оқырманыңыз бар? 40 мың бір нәрсе. 40 мың бір нәрсе. 40 мың бір нәрсе. Санамайсыз? Мен санамаймын. Қайта кіріп, андай қарап отыратын тамада емеспін, мен өзім блогер емеспін. 40 мың өзім семей үшін жетеді. Өзіме адал оқырмандарым ғой. Бірақ ақырындап өзі алдында қараған кезде 38 мың бір нәрсе болған, бос жол ашқасам 40 мың бір нәрсе болып тұр. Танып, біліп жатады. Иә, біліп жатады. Суретке де түседі шығар? Иә, суретке түсіп жатады. Мама, папам деп. Блог жайлы әңгіме болған екен. Көбінесе өзіңіздің Инстаграм парақшаңызға саласыз ғой. Фейсбук енді ол басқа платформа. Инстаграмда менің байқауымша сіз кейде әзілкешсіз ғой. Кейбір проблемаларды осы әзілдеп, астарлап салатын жайыңызды байқап қалдым. Өзіңіз енді жаңа айтып жатырсыз, жартылай мемлекеттік мекемеде жұмыс істеймін деп. Басшылықтан, қала басшылығынан, мемлекеттік қызметкерлерден сізге қандай да бір осы үшін қандай да бір ескертулер жасалды ма? Тіпті мүмкін телефон шалулар болған шығар. Осы постты алып таста, мына сторисің бізге ұнамайды, мен не айтқым келді деген кезеңдер болды ма? Негізі кез келген қаланың әкімшілігі, басшылығы, бүкіл оқырманы көп блогерлардың барлығын біледі. Иә, әрине мониторинг жүргізеді. Мониторинг оның барлығын қадағалап жүреді. Анау қазір енді блогер бар тыңдайтын заман болып кетті ғой қазір. Қарап отырады, сондықтан енді саласың ғой, бәрібір кемшіліксіз болмайды. Барлық қала идеальный болмайды ғой. Қаланы кемшілік салмасаң ол нәрсе түзелмейді. Сол арқылы бұрынғы енді
жыршы жыраулар арқылы жеткізетін ғой қаланың нәрсе және ауылдың бір мәселелерін қазір блогерлар арқылы жеткізу керек те қаланың кемшіліктерін қалада бір осындай нәрселер жасау керек деген сияқты. Енді сабамыз ол міндетті түрде сабу керек деп өзім ойлаймын. Қатты бір беріліп андай болмайтын нәрселер болады ғой. Ендігіне сынған нәрсені сразу саба салған келмейді. Мысалы бұрыннан түймедей нәрсені түйедей қылып жүретін нәрсе болмайды. Кейбір болады, мысалы бәленбай жыл жөнделмей жатқан нәрсені салсан жарайды. Бір апта сынқаған нәрсені салып қояды да, міне мына әлі жөнделмей жатыр деп, оған уақыт керек та кішкене. Оның барлығын қарастыру керек. Сабамыз студент жоғары жақтан звондайды дедіңіздер ма? Ескерту жасалына ма? Ескерту. Алып тастай аласың ба, өшіре саласың ба деген сияқты. Маған енді алып таста деп айтқан жоқ. Салып бере аласың ба деді. Осындай нәрсені көрдік, бұйырса осыны жасаймыз. Бірақ сен ертең жасалғаннан кейін нәтижесінде міндетті түрде түсір деп айтады. Содан кейін мен барып жасалғаннан кейін міндетті түрде міне осындай нәтиже көрдіңіздер, біздің әкімшілік қалай жұмыс істейді, айтқан нәрсені бірден орындап жатыр деп. Яғни келісесіз. Екі түрлі позицияны екі түрлі позицияны мен ұстаймын. Өйткені мен салған нәрселер Аллаға шүкір бәрі жақсы түсіп келе жатыр. Біз бір Семейде қатты жаңбыр болды, мына Жансаяның бойында, Дубатова көшесінің бойында қатты су басып кетті де, машиналардың терезесіне дейін жетіп тұр. Сол кезде мен история салсам, осындай міне су, бізде су соратын машиналар жоқ па деп. Соны көрді де, жақсы, қазір осы проблеманы шешеміз, біраздан кейін өзіңіз келіп көрсеңіз болады деді. Барсам, кәдімгі машинаның бәрін сорып салам, одан кейін барып түсірдім, міне су жоқ екен, машина бар екен қалада. Тек кішкене біраз болсын белсенділік таныту керек қой. Тек блогерлер ғана емес, тұрғындар да осындай белсенділік танытса, олар отырып, мысалы, бір мәселені жамандап, дөңгелете бергеннен басқа ештеңе шықпайды ғой. Одан нәтиже болу керек. Өмір сүруге келмейді ғой, тек қана негативпен. Жағымды, жақсы жаңалықтармен де бөлісу керек. Көше жасалынып жатса, жарықтандыру орнатылып жатса, онымен де бөлісіп отырасыз. Міне қазір Семей қаламызда бізде двор деген нәрсе болған жоқ қой бізде кезімізде. Балалар алаңы деген қазір кез келген Цен поселок Манай болсын, өзім қазір және юность ықшамаудан қараса, бір есігін алдында салып қойғанда күшті да, бізге қарайсың, біздің бала кезде осындай болған жоқ қой. Негізі жасалып отыр, бірақ көзге көрінбейтін нәрселер бар да, негізі жасалып жатқанда нәрселер көп. Ана тек қана негативпен қарайтындар бар да, ана жақсы жағын қарамайтындар. Сондықтан екі жақты тепе-тең ұстау керек деп ойлаймын. Иә, расымен де балалар алаңы жасалып жатыр, бұған ерекше көңіл бөлінуде. Менің білуімше былтыр тіпті 70-тен астам балалар алаңы жөнделген. 70-тен астам ба? Иә, жөнделген. Бұл Семей қаласы ғана бойынша. Бұдан өзге аудандарда да тіпті шалғай ауылдардан да өтіп бара жатсаң, жолдан көрініп тұрады. Расымен де орнатылып жатыр, жасалып жатқан жұмыстар бар. Оны айту да маңызды деп ойлаймын. Әзілмен жеткізе білуде әр адамның қолынан келмейді. Инстаграм демекші, Инстаграм арқылы бартер жасайсыз ба негізі? Иә, қазір пайда көзі бар ма Инстаграмда? Негізі егер мен тамада той болмасам, мен тек қана Инстаграммен таза жұмыс істесем, мен сол тойдың ақшасын табады екенмін Инстаграммен. Инстаграмның табыс көзі өте жақсы екен, расымен де. Өйткені маған жазатын адамдар көп, еркебұлан осындай жарнама салып бер, ақшасын айт, береміз дейді. Енді мынандай сұрақ қойсам, әр адамның арманы болады ғой. Өте көп қаражат табады екенсіз, үзілмейтін тойлар бар. Бірақ енді қаражатпен әрбір арманды сатып алуға болмайды ғой. Орындалған арманыңыз жайлы айтсаңыз, және орындалмаған арманыңыз бар ма? Бәрі ойлайды. Мен ақшам санайтындар бар, негізі оқырмандардың арасында. Бір ретте осыны көрдім, осы мәселені көтергеніңізде. Мен оқырмандар, сен осынша күні жүріпсің, мен сенің ставкаңды білемін, осынша тауыпсың дейді. Олар соны ойлайды да, сол ақшамен байып жатыр деп. Негізі тапқан ақшаның бәрі, мен айтпаймын ғой. Мен мысалы айтқым келмейді, мен осынаған көмектесіп жатыр, мен осыған жасап жатырмын деп ешкімге айтқым келмейді. Өйткені мен өзім жасап жатқан нәрселерім бар. Мен өзім айтпай қойын, камераға айтпай қойын, қайда қалай етіп жатқан. Табыс көзі жақсы тойда. Орындалған арман, әкеме көлік алып берейін деп армандағам. Көлікті Аллаға шүкір алдым. Бауырыма үй алып берем деп армандағам. Бауырыма қаланың ортасына үй алып бердім. Анамды әкем Дубайға барып шетел көрсетейін, Меккеге апарайын деп отқам. Дубайға бардым, бұйырса осы жыл Меккеге апарып қажылыққа апарайын деп отырмын. Енді болашақ жоспар бар осы да. Әзірше мен тапқан ақшам өзімнің жақындарыма, өзімнің туыстарыма, енді кезінде көрмеген нәрселердің барын көрсінші, айдамаған көлікті айдасыншы деп
сөйтіп өмір сүріп жатырмын да. Мен өзім жеке жинап, мен өзім кәсіп ашуға болады. Кәсіп ашып, Инстаграммен рекламировать етіп, мен осындай нәрсе аштым деп шамам жасауға болады. Бірінші туыстарымды, әкем мен анамды көтеріп алып, одан кейін барып өзіме көңіл бөлейін деп отырмын да. Қазір енді Аллаға шүкір, және машина алдық, үй алдық, өзіме үй алдым, өзіме көлік алдым деген сияқты. Оның барлығы сол Аллаға шүкір тойдың арқасы. Тойдың арқасы мойындау керек. Ал орындалмаған арманыңыз? Орындалмаған арманымыз, біз енді чемпион болмағанымыз шығар. Бәрібір жүректе қалады. Бәрібір қалып қояды екен. Ол балалық ойын ғой, жастық шақтың бір күшті бір кезеңдердің бірі болды да. Жастық шақта сен чемпион болмадың, өзімен қатарлас жігіттердің бәрі чемпион болды да, өзің чемпион болмаған. Бәрібір мына жүректе қалып қояды екен. Өйткені екінші орын иегері деп ешкім мақтанбайды, ешкім айтпайды да, екінші орынның иегерлері ғой мыналар деп. Айтатындар, чемпиондар келе жатыр деп айтады. Сондықтан чемпион болса тіптен жақсы болушы еді деп ойлаймын. Орындалмаған арман сол шығар. Адамнан табыс көзін алуға болады, иә. Оның марапатын, оның мансабын тартып алуға болады, бірақ тартып алмайтын бірақ қана нәрсе бар. Ол тәжірибе. Жайдарманда жинаған, жайдармандан көрген, үйренген тәжірибеңіз сіздің бойыңызда мәңгі бақи қалады. Сіз біз үшін чемпионсыз, қайталап айтамын, иә. Жаңа ғана айтып өттіңіз ғой, әкеме көлік сыйладым дедіңіз, иә. Бұл қазір әке шешесіне көлік әперетін, үй әперетін жастар көбейді. Расымен де заман өзгерді. Жаңа Қазақстан жаңа қадамдарға аяқ басып жатыр. Миллиондап табатын жастар көбейді. Жалпы бұл сыйлықтың сіз үшін маңызы қандай болды? Бұл сыйлықтың маңызы енді мен әкем мүлдем жеңіл машина айдамайтын адам ғой. Автобус айдайды, шын айттым ғой. Мен папам водитель автобус, кәдімгі автобус пассажир таситын адам, жеңіл машина айдап көрмеген. Жеңіл машина ойыншық дейсіз ба? Жеңіл машина оған ойыншық болып тұр ғой. Автобус алып берейін десең келмейді оған. Автобус беріп тұрған ұят қой. Бәрін жинап автобустарды. Еркеланның ақшасы осында кеткен екен ғой деп елесімайды ғой. Сосын көлікті берген кезде білмей, көлікке емес, әкемнің эмоциясын көресің да, Аллаға шүкір дейсің ғой, осы күнге де жеттік. Әкемнің көз жанарын көрген кезде, әйтеуір бір тым болмаса бір ризалық қойсын соның өзіне бір. Өйткені бұл кісілер водитель, шопыр болғаннан кейін таңғы 5-тен, таңғы 4-тен тұрып жұмыс жасайды. Біз үшін жасады ғой осының барлығын. Елден қалмасын деп киіндіріп, оқуымызды оқытып. Құр көлік деген ол жетпейді ғой, қанша еңбектің нәтижесіне жетпейді. Сондықтан енді бұл тек қана бастама, әлі талай жасалатын өзімнің жоспарларым бар. Өксі әкеге де анаға да жасалатын нәрселер. Оның барлығы әлі алда жасаймын. Ден сау болса, бас аман болса, тіл көзден сақтаса, Алла тағала бұйырса әлі талай жоспарлар бар. Көлік деген бір андай әкемнің тәрбиесін бір 0,1% ғана ғой. Жоспарларыңыз сәтімен орындала берсін. Әңгімеңізден адал табыс, адал еңбек дегенге енді көзім жетіп отыр. Жалпы енді бір сұрақ, жұбайыңызбен жалпы көп әзілдесесіз, жаңа әлеуметтік желі дейміз ғой, салып отырасыз. Бұл мен материалым ғой, мен асырайтын материалым. Әзілдер кейде реніш тудырмай ма? Жалпы осылай ашықтығыңызға жұбайыңыз қалай қарайды? Живой контент десеңізші. Енді қазір негізі ортаға мен өз көзқарасым бойынша, көресіз ғой неше түрлі нәрсе, өз көзқарасым бойынша отбасылық нәрселер жақсы өтеді. Әр отбасы не болып жатқан нәрсесі қызықты да адамдарға. Осындай отбасы. Енді мен әйелім действительно не көріп тұрмын, әйелім соны түсіре салам, айта салам, әйелім осындай. Оған әйелім де біледі, намыстанбайды. Бірақ үйде бір-екі рет қауқындырып алады. Жоқ, ол ренжімейді. Бір жақсы түт әйеліме сол жағына түсінігін берген. Енді әзілді түсінбейтін, мен ойлаймын, қыз бала сіздің қасыңызда болмайтын еді. Сіздің жаныңызда жүре алмайтын еді. Сіз оған тіпті ұсыныс жасамайтын едіңіз. Барлық жастарға менің әйелім сияқты әйелі бұйырсын, жар. Менің тапқан таянғанымды, және осы әкеме алып берген машинаның бәрін сол жинайтын сол кісі ғой. Алып берейік, папаға машина алып берейік. Қолдай ма? Қолдайды, осылай бүйтуге. Кейбір әйелдер бар ғой, қайтесің андай-мындай. Ақшамды ұқсатып бағатын, және менің әзілдеріме шыдайтын әйелім. Осы облысымыздың, еліміздің мәдениетін дамытуға қандай да бір бағыттар таңдар ма едіңіз, үлес қосу бағытында? Мүмкін енді іске асырғалы жатқан жобаларыңыз бар шығар, жоспарларыңыз бар шығар. Мысалы, сіз енді тың серпіліс, жассыз ғой.
жастардың көзқарасы бәрібір де басқаша болады. Қандай жоба бастаушы едіңіз мысалы, идеологиялық жағынан мәдениет саласын қолдау үшін, дамыту үшін, мүмкін жастар бет бұру үшін, Мен мына өзіміздің дәстүрлі өнерімізді насихаттаушы едім. Дәстүрлі өнерімізді қазіргі заманға сай қылып бар ғой. Мысалы қазір шыны керек дәстүрлі жәнегі концерттерімізден қарағанда жайдарманды көбірек көреді ғой. Екеуін салыстырсам мысалы концерттерін. Неге осы екі жобаны мысалы біріктіріп, мысалы әзілмен жәнегі дәстүрлі жәнегі айтысымыз бар, және күйшілеріміз бар, жәнегі жыршыларымыз бар, соның барлығын екеуімен біріктіріп үлкен бір жоба жасамауға. Мысалы мен Есенағаға айтушы едім, өзіміздің Есенаға дәстүрмен және жайдарманы біріктіріп бір мега жоба жасасақ. Мысалы шықты оркестр домбыраларымызбен ойнады және живой күймен бәрі жастар да оны көріп отырады. Открывашка деген. Открывашка, соның бәрі сөйтіп жасасақ. Мына жақтан айтыс шықты, мына жақтан жайдарманшы бар, және медийный лицо бар шығып, екеуін үйлестіріп, жалпы дәстүрге деген қызығушылығымызды жастарды артсақ, ұлттық өнерімізде дамиды деп ойлаймын. Қазіргі жастарға не керек? Сол арқылы өзіміздің дәстүрлі өнерімізді дәріптесек жақсы болады деп ойлап жүрмін. Әрине. Тамаша, жайдармандар Бұл расымен де идея ғой енді. музыка өте көп қой, музыканы өте көп қолданады. Мен де жайдарманда ойнағам, мектеп кезінен де білем. Открывашка, закрывашка, перебивка, бұның барлығы музыкамен тікелей байланысты. Сол жанды дауысы болса жәнегі ойлашы, бәрімен күшті болса, онда көреді ғой, отырған көрермен кім? Жастар көреді. Негізі ойда, жоспарда бар. Екеуіне коллаборация. Коллаборация. Жәнегіне сіздердің сұрақтарыңыз арқылы маған бір тың идея түсіп отыр да. Сіздер жайдарманда шабыт дейсіз ғой. Шабыт беріп отырсыздар. Рахмет. Екі жағынан кейін процент бізге. Процент. Идея деген ол деген қазір идея ол табыс көзі болған заман болып кетті ғой. Идея қыз бағаланады, сатып алады қаншама идея бар. Біз сізге тегін беріп отырмыз, ұмытпаңыз. Болды, қыздар проценттерін дайын тұр. Еркебұлан Серқалиұлы, бүгінгі енді жобамызға шақырғанымызда келіп, уақытыңызды алтындай бөліп, сұрақтарды бермесек те шынайы жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздің жаңағы кейбір подкастта сұрақтар беріп қояды андай. Осындай қоямыз деп сендер вообще бермейді екенсіңдер. Сюрприз. Қатыгез екенсіңдер, қатыгез. Бәрі шынайы болып жатыр андай. Не қойды, соның барлығына жауап беріп отыр. Сол шынайы әңгімеңізге алғыс білдіреміз. Осылай осы өмірде, жалпы өнер жолыңызда, жеке өміріңізде барлығына сәттілік тілейміз. Біздің бастамамызды қолдағаныңызға көп рахмет. Өзіңіздің әріптестеріңізде подкаст жүргізіп жүргенін білеміз. Подкасттың мысалы танымал болу үшін олар мынандай фишка қолданады екен. Келген қонақ ең тамаша комментарий жазған оқырманға, көрерменге өзі сыйлық дайындайды екен. Сыйлық тартады екен. Сіз осындай қадамға дайынсыз ба? Дайынмын. Не көп? Фастфуд деген. Шапан көп менде, шапан. Шапан көп. Онда былай істейік, қымбатты көрермен, егер сіз тамаша тойский шапанның егері болғыңыз келсе, дәл осы біздің шығарылымымыздың астына Еркебұлан жайлы, осы біздің шығарылым жайлы тамаша бір пікір қалдырсаңыз, біздің қонағымыз өзі шертіп тұрып, шапан таңдап аласыз. Үйде не көп шапан ілініп тұр, өздеріңізге ұнаған шапандарыңызды таңдап аласыз. Біреу емес екеу болып қалуы мүмкін. Мүмкін сіз өте креативті креативный, мысалы, комментарий жазған адам көп болуы мүмкін ғой. Креативный комментарий, күшті комментарийға өзінің атынан шапаным дайын тұр. Тамаша, олай болса мен де сізге үлкен алғыс айтамын. Жаңағы өткеніңізбен, бүгінгіңізбен, ертеңіңізбен бөлісіп жатқан барлық ақпаратыңызға рахмет. Жоспарларыңыз сәтімен, тез, жылдам орындала берсін. Орындалмаған арманыңыз орындалсын. Мүмкін сіз шәкірт дайындайтын шығарсыз, мүмкін олар алтынға қол жеткізетін шығар. Гештальтыңыз жабық қалмасын. Бар болайық, бай болайық, адал болайық деген тілекпен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.